Американская и казахская мама. Доброго дня, мисс Лия. Да, вы верно узнали, я мама Дэвида. Мой сын сегодня жаловался, что вы говорите ему неприятные вещи. То, что вы обозвали моего ребенка глупым, очень сильно обидело его и оскорбило нашу семью. Мы еще с вами разберемся, встретимся у директора. Гүлжан Ақпарына саламатсыздар ма, қалайсыздар? Балам мектептен келген ғой жаңа. Оң көзі көгеріп, аяғы сынған ба, бір нәрсе сұрасам апай ұрды дейді. Да вы что? Өзің сөйлепсің ғой. Ертең тақырыпты оқып кел деп едіңіз, оқымаймын деп айтты ма? Дұрыс болыпты, онда заслужил. Қаттырақ ұру керек еді, аямау керек еді. Бұлар есіріп бара жатыршы. Не мені тыңдамайды, не апайын тыңдамайды. Сонда ертең кім болып өседі? Қазір әкесі келсін, бар жанын шығарамыз бұның, бар ғой. Джордж, дорогой, сделай мне холодный лимонад. Эта жара просто невыносима. Ой, дала деген жанып тұр, өртеніп тұр. Ой, шай деген күшті ғой, құрсын. Том об этом всегда знал. Где ты порезалась? Ты что, солнышко, где ты могла порезаться? С тобой все хорошо. Сейчас обработку сделаем. Том, вытаскивай аптечку. Мен каждый раз өзім сөйтіп айтады. Кәне, ойбай, алып кел бері. Тыныштыр. Все, болды, давай. Жазылып кетеді барады. Мен өзім негіз... Эй, мами, смотри, какой классный прикол я нашел. Очень смешно, сынок. Обязательно отправь мне дайрект, я подружкам отправлю. Пойдем. Окей, мами. Мама, прикол. Таптың қарасы прикол. Бұл кім? Бүгін дейін қарасаңшы. Кімді танысың ба? Жоқ. Ана кімнің баласына ұқсайды екен, соның баласы емес. Ту, қарашы, мама. А че ол не істеп жатыр қазір? Ту, қарашы енді. Өткізіп алдым ғой, басынан қосам, давай. Қарашы просто, болды. Неге көрсетіп отырсың оны деген ғой? Біреудің баласымен танысың ба? Ту, мама, прикол ғой, прикол. Просто қарайсың, болды, бітті сонымен. Ту, адам күйдіріп, қарамайсың ба, сөйлей бересің. Да, конца. История моих первых родов. Я помню каждую деталь. Ойбай, апан далада қамыстың үстінде туған өзім. Это было в 9 утра. Твой папа быстро отвез меня в больницу. Әкең білмеймін, әйтеуір бір 2-3 ай жоқ болды, бір жақ кетіп қалды, жұмыс істеймін деп ше. Была куча врачей. И твой первый плач. Есек арбамен кетіп қалғам ғой көрші ауылға. 40 градус ыстықта тудым өзім. Господи, это было так трогательно. Жан керек қой, қайтесің туасың. Жаңа баланы ұстап алдым да 230 километрға ауылға дейін жеттім ғой көз. Ана кіндігі де кесілмеген оқырсын. Такая кроха, такая маленькая, такая красивая. Қазіргі қыз келіншектерді қарашы. Маманы судың ішінде туамыз деймін. Шардың үстінде, диванда жатып туамын, кроваттың үстінде. Ой, ала бізде ондай болған жоқ. Қамыстың үстінде жатып тудық болды. Жалғыз өзіміз.